неден нестаиду билла ияка нa'budu ва ияка настаин. Садақаллахул азим. Нахуссука, біз саған ғана арнаймыз, сені ерекшелейміз. Вахдака, жалғыз сені. Би анва'ил ибадати ва та'a, түрлі ғибадат, құлшылық түрлерін саған ғана арнаймыз. Яда түрлерін саған ғана арнай отырып, сені ерекше саған ғибадат етеміз. Фәлә нушрику, соған байланысты, лә нушрику ма'ака ғайрак, сенің жаныңда басқа бір нәрсеге ғибадат жасамаймыз, саған басқа біреуді ортақ қоспаймыз. Ғибадатта құлшылығымыз тек қана саған арналады. Уа минка вахдак, сеннен жалғыз, сеннен ғана натлубу, сұраймыз әл-ауна, жоғарыда аун сөзін берген болатынбыз, жәрдемші деген сөз. Фи кулли шуунина, барлық істерімізде. Фаби, өйткені биядика, сенің қолыңда әл-хайру, жақсылық, куллуху, барлық. Жақсылық дегеннің барлығы, жақсылық атаулының барлығы сенің қолыңда. Бұл жерде тағы да харфу жармен басталған тіркесіміз хабар мұқаддаммен байланысты делінеді. Әл-хайру мубтада, оның тәукиді. Уәлә муина сиуа, сеннен басқа ешбір, сеннен басқа, мына жер, сеннен басқа ешбір жәрдем етуші жоқ дей отыр. Сеннен ғана жәрдем тілейміз деген сөз, негізінде сеннен басқа жәрдем етуші ешкім жоқ деп мойындау болып табылады. Келесі аят, настаиду билла ихдинас сиратал мустақим. Садақаллахул азим. Сабақты негізінде инстаграмда бөлісе отырып өткен едік. Көре алмай жатқан бауырларымыз болса деп қарап кетейік. Енді алдымен сарф талдауына тоқталайық. Ихди деген етістігіміз түбір етістік. Хәдә деген үшінші әрпі әлсіз келген. Үшінші әрпі әлсіз деген сөз үстінде негізі фатха тұру керек қой. Фатха жазылмайды. Сондықтан алдында фатханы ұзатып тұрған алиф мақсура жазылады. Хәдә. Осы шағы яхди, негізі яхдию. Тағы дамма жазылмайды, яхди. Бұйрықра яхдиден жасалады. Алдын алып тастаймыз. Алып тастағанда ихди болады. Сүкінмен басталмайды арабшада сөздер. Басына дәнекер ретінде хамзатул уасл деген алифіміз қойылады. Ихди болады. Соңы сүкіндалғанда әлсіз әріп түсіп қалады. Сондықтан соңдағы әлсіз әріпті түсіп, ихди болып қалуы мына етістіктің бұйрықра формасы. Алайда арабшада дұға ниетінде осы формадағы етістікті қолданады. Сондықтан фи'лу дуа деп иғрабта әдетте айтады, дұға етістігі деп. Худан, жақсы тура жол дейді, тура жолға салу. Хидаятун деп те келеді, тура жол. Худан мин раббихим деп келеді ғой. Бақара сүресінде тура жол дегенді білдіреді. Хәдин, тура жолға салушы. Негізі хәдиюн, алайда белгілі бір ережелерге байланысты түсіп қалады. Ол ережеде мынандай ереже. Негізінде хәдиюн ғой, әл артиклі болмаса. Дамманы көтере алмайды бұл. Яй, дамма түсіп қалады. Сонда тәнуинді қайда жібереміз? Тәнуин алдындағы кесраны барып тұрады, кесраға. Сөйтсе яй полностью түсіп қалады. Сондықтан хәдин, белгісіз жағдайда. Әл артиклі қосылса тәнуин болмағандықтан яй тұра береді. Әл-хәди. Аллахтың көркем есімдерінен бірі. Әл-хәди, тура жолға салушы. Мәхдиюн, тура жолға салынған дегенді білдіреді. Біздердің мәди деп жүрген атымыз осы мәхдиден келеді. Қияметке қарай мәхди түседі деп жатамыз ғой хадистерде. Сол мәхди сөзі осы түбірден шыққан сөз. Келесі мустақим деген сөзіміз тағы 10-шы бапта келген. Истаана ястаин етістігіне ұқсас етістіктен туындаған. Истақама, түбірі қама.
Yestaqim. Biz ista'ana, yesta'inu desek, bunda istaqama, yestaqimu, istaqim. Mına жерден жасалды. Алды алынып тастады. Соңы сукундалды. Сукундалуға байланысты мына яйда түсіп қалды. Басы сукунмен басталмағандықтан мына хамзаны алдына алып келдік. Истақим. Истақим. Истиқаматун, тура жол. Мустақим, тура болған нәрсе. Тура болған. Мустақам, тура болынған деген мағынада. Мустақим деген сөзіміз осы истақама деген етістіктен туындаған негізгі есімше формасында келген сөз. Енді яхди деген етістікке келейік. Салады, жолға салады деген мағынада салады. Біз қазақшада не дейміз? Кім кімді неге салады? Қараңыздар, кім кімді дейміз? Бізде толықтауыш бар. Арабшада да толықтауыш бар, кімді. Алайда неге салады деген жерде біраз өзгеше етістік. Неге дегенде тағы да жоғарыдағы айтылғандай, мұнда да табыс септігімен келе береді. Яғни бұл етістік арабшада екі мәфғул бихи ала алатын етістік. Немесе кейбір иғраб кітаптарында негізі мына жерде иля немесе ди деген харфу жар предлогымыз бар. Ол түсіп қалғандықтан бұл сөз мәнсуб болып келіп тұр делінген иғрабта жасалады. Әдетте біз өзіміз сөйлем құрасақ, яхди салады, мән Аллаху, мән әннасы. Кім кімді жолға салады? Аллах адамдарды жолға салады. Неге салады? Ас-сирата, жолға салады. Қандай жолға? Анықтауыш бар. Әл-мустақима, анықтауыш толық сәйкес келіп тұр. Әл артиклі екеуінде де бар, екеуі де жекеше түрде, екеуі де табыс септігінде, музаккар ертегінде тұр дейміз. Әдетте анықтауыштар төрт жағынан толық сәйкес еді. Енді арабшада салат етістігі екі толықтауыш түсінікті емес. Мәфғул бихи алуы мүмкін дейік. Алуы мүмкін. Сондай-ақ бір толықтауышпен бірге харфу жармен де қолданылуы мүмкін. Яғни тек қана былай да келуі мүмкін дегеніміз ғой. Ихдина сират яхдиллаху наса иля сиратил мустақим деп айтуымызға болады. Енді біздер дұға ниетінде Аллахумма, ей Алла дейміз. Яхди демейміз, эхди дейміз. Жаңағы дуа ниетінде бұйрық формасында ішінде әнта фәғілі бар. Сал, бер десек, ол сен деген сөз ғой. Әнта ішінде бар. Әннасы мәфғул бихи. Әннасаның орнында аятта не тұр? Нә тұр. Бізде толықтауыш болған замирлер, есімдіктер етістікке қосылып бірге жазылады. Бағана нәғбудука дегендегі сияқты. Ихдина, бізді тура жолға сал. Бізді сал. Неге? Ас-сирата, жолға. Қандай жолға? Әл-мустақима. Яғни, мына жерде Аллахумма ихдиннаса сирата мустақим деп өзімізде дұға етуімізге болады. Я Рабби, адамдарды тура жолға сал. Мынаның орнына бәрін айтуға болады. Әулади, әбнәи, әл-муслимин, мұсылмандарды тура жолға сал, адамдарды тура жолға сал деп жалпы мынандай дұға жасауымызға болады. Ал аятта ихдинас сиратал мустақим деп келуде. Енді иғрабына қарайтын болсақ, ихди фи'лу дуаин, зафеттік түрде дуаның етістігі. Мәбни, бұйрықра етістіктер соңы өзгермейтін болғандықтан мәбни делінеді. Алайда немен мәбни болып тұр? Қандай белгімен? Аля хазфил илля. Илля әлсіз әріптің хазфи түсірілуі не? Мәбни, бина етіліп тұр. Сонымен сақталып тұр. Қалыпты жағдайда тұр дегені ғой. Уә фәғилуху, оның фәғилі бастаушы дамир. Мустатир жасырын, фихи вуджубан, міндетті түрде жасырын. Тақдируху әнта, бағалануы әнта болған, міндетті түрде жасырылған жасырын замир, яғни есімдік. Нә етістікке қосылған етістіктер дамирун мұттасыл фи мәхәлін насп мәхәлінде тұр. Өйткені мәнсуб бір есімнің орында тұр. Фи мәфулі бихи әуәл. Бірінші мәфул бихидің насп мәхәлінде тұр дейміз. Екінші мәфул бихиміз ас-сирата. Мәнсуб, тікелей мәфул бихи мәнсуб демей, мәнсуб бұл
Bunu mef'ulun bihi sanin deb aytamiz, ekінші mef'ul bihi. Толық айтсақ, мәнсубун дейміз. Немен? Bil фәтхати. Фәтха харакатымен мәнсуб болып тұр. Немесе мәнсуб bin nez'il хафид. Хафид дегеніміз харфу жар дегеніміз. Harfu cer'in түсіру арқылы мәнсуб, harfu cer'in түсірілуі арқылы мәнсуб сөз деп те қаралады. Лианна өйткені хада ла татаадда илля. Ла илля деген тек қана деген мағынаны білдіреді. Тек қана етістіктің әрекеті өтеді. Бірақ мәф'ул бихиге өтеді. Негізі ол бірақ мәф'ул бихи алатын етістік. وتتعدى إلى الثاني أو يكنش مفعول به سنة باللام لام من өтуі керек. Негізі حرف جر لام немесе إلى من өтуі керек. Алайда ол түсіп қалғандықтан мәнсуб болып келіп тұр делінеді. Әл-мустақим сифа қандай сифа? Мәжрура. Өйткені алдындағы мәжрур бір есімнің біл кәсрамен мәжрур болып тұр дейміз. Алдындағы ас-сират та негізінде мәжрур деп саналатын болса мәжрур дейміз. Алайда мұнда мәнсуб болып тұрғандықтан біз не дейміз? Сифа мәжрура демейміз, мәнсуба дейміз. Харфу жар жоқ қой. Сондықтан біл фәтхати деп өзгертейік. Алғашқы ирабын, ирабқа қарай, мәф'ул бихи сәнинге қарай, соның анықтаушы болғандықтан ол жерде мәнсуб болып келіп тұр. Енді тәпсіріне қарайық. Нестағиду билла, ихдина сиратал мустақим. Ихдина дуллана. Тәпсірде де дәл сондай форма келіп тұр. Дулла, дәлла едуллу етістігінің бүйрықрай формасында дұға ниетінде келіп тұр. Көрсет на бізге. Бізді бағытта. Иля сиратал мустақим. Дәлла деген етістік өзі илямен келгендіктен бұл жерге иля қойылды. Немесе аля деп те келеді. Иля сиратал мустақим. Уаслук жүргіз. Бина бізді жүргіз. Фихи ол жолда. Уасаббит берік қыл. На бізді берік қыл. Яғни қадамымызды берік қыл. Алейхи сол жолдың үстінде. Сонда мына жердегі хи ол сырат сөзіне қайтып тұр. Алайда қандай сырат? Әл-мустақим. Тұп-тура болған, түзу болған, хақ болған, яғни ислам діні үстінде біздердің аяқтарымызды, қадамдарымызды берік қыл. Уазидна худан. Біздің хидаятымызды, тура жолда болуымызды арттыр. Уассират әл-мустақим хуа ат-тариқул вадих. Бұл ашық, айқын жол. Әлләзи, который, ла и'уижажа фихи. Ешбір қисықтығы, иірімі болмаған тұп-тура жол. Ва хуал ислам. Ол ислам. Әлләзи арсалаллаху бихи Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллам. Негізі мына сөйлем арсалаллаху бил ислами Мухаммадан. Аллах ислам мен Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламды жіберді дейміз. Содан кейін ислам сөзі алдыға шығып кетті, орнына хи деп замир қалды. Аллаху Тааланың Мұхаммед алейхиссаламды өзімен жіберген ислам діні деп түсінуімізге болады. Яғни тура жол дегендегі мақсатымыз ол ислам діні.